Қайырлы күн оқушылар, бүгін қазақ тілі сабағынан бақылау диктантын жазамыз. Алдымен диктантқа қойылатын негізгі талаптар туралы, ережелер туралы қайталап өтейік. Диктантқа қойылатын мынандай талаптар бар. Мұқият болуымыз керек. Зейін қоя тыңдауымыз керек. Азат жолдан бастауымыз керек. Мәтіннің әрбір бөлімі де азат жолдан бастап жазылады. Таза жазуымыз керек. Және қатесіз, сауатты жазуымыз керек. Тыныс белгілеріне зер салып, дұрыс қоюымыз керек. Және сөздерді дұрыс тасымалдауымыз керек. Ендеше диктант жазуға дайынбыз ба, балалар? Кәнеке, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазып, бақылау диктанты деп жазып аламыз. Одан соң диктанттың аты болады. Яғни бүгін біз Қазақстан Республикасы туралы, отанымыз туралы жазатын боламыз. Диктанттың аты отаным. Кәнеке балалар, ендеше дайын болсаңдар, бастаймыз. Диктант отаным. Балалар, ескеретін бір нәрсе, диктантты жазған кезде сыныптағыдай 2-3 қайтара қайталай алмаймын. Сондықтан әрбір сөйлемнен соң стопты басып, видеоны тоқтата тұрып, қажетімізше жазып алып, одан соң жалғастырып жазуға болады. Түсінікті ме? Ендеше бастаймыз. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Қазақстанның жері өте кең. Жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алады. Жерінде тауда, жазықта, ойпатта кездеседі. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Сәулетті қалалар да көп. Қазақстанның жер қойнауы қазбаларға бай. Республикамызда астық көп өндіріледі. Мал шаруашылығы да жақсы өркендеген. Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Олардың бәрімен достық қарым қатынаста. Кәнеке балалар, жазып болдық па? Ендеше қайталайық. Тексереміз. Мен тағы бір мәрте оқып берем, сондықтан тексереміз. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Қазақстанның жері өте кең. Жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алады. Жерінде тауда, жазықта, ойпатта кездеседі. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Сәулетті қалалар да көп. Қазақстанның жер қойнауы қазбаларға бай. Республикамызда астық көп өндіріледі. Мал шаруашылығы да жақсы өркендеген. Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Олардың бәрімен достық қарым қатынаста. Ал енді балалар, дәптерге тапсырмалар орындаймыз. Алдымен соңғы жазған сөйлемнің астынан бір жол тастап тапсырмалар деп жазамыз. Мәтінде кездесетін
көп, жақсы, кең, үлкен деген сын есімдерге қарама-қарсы сөздер жазуымыз керек. Мысалы, көп, сызықша қоямыз, аз. Түсінікті ме? Ары қарай қалған сөздерге жаза қойыңыздар. Және мәтіннің ішінен сан есімдерді тауып, астын сызғышпен, қарындашпен сызамыз, жай қарындашпен. Түсінікті ме? Бұл тапсырма. Біздің диктантымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.